Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен қазақ халқының ұлы ағартушысы, ғалым реформаторы, мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсынов туралы сөз қозғайтын боламын. Ол қазақ тіл білімінің негізі қалаушысы, ұлттық жазудың реформаторы, алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі. Оның өмірі ұлтты сақтау, тілін қорғау және білім арқылы азаттыққа жету жолында күрес. Мен қазақ халқының ұлы ағартушысы, ғалым реформатор, мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсынов туралы сөз қозғайтын боламын. Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаған тұлға, ұлттық жазудың реформаторы, алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі. Оның өмірі ұлтты сақтау, тілін қорғау және білім арқылы азаттыққа жету жолындағы күрес. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай облысында дүниеге келген. Бала кезінен оқуға құштар болып, өсіп кейін Орынбор Торғай өңірінде білім алып мұғалімдік қызмет атқарады. Мұғалім болып жүрсе де, ол тек білім берумен шектелмей, халықтың көзін ашуды, санасын оятуды басты мақсат етті. Жастайынан патша үкіметінің әділетсіз саясатына қарсы шығып, елдің құқықтарының үшін күресті. Осы әрекеттері үшін бірнеше рет қуғынға ұшырап, абақтыға қамалды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі ғылымының негізін салушы. Ол қазақ тілінің құрылымын ғылыми жүйеге келтіріп, грамматика, фонетика, синтаксис сияқты салаларды зерттеді. Оның ең маңызды еңбектерін тіл құрал, алғаш қазақ грамматикасы, әдебиет танытқыш, әдебиет теориясы, оқу құралы, қазақ әліпбиі мен оқу әдістемесі. Бұл еңбектер тек оқулық емес, қазақ тілін ғылым ретінде көрсету болатын. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасын негізге алып, қазақ тіліне бейімделген жаңа әліпби жасап шықты. Бұл әліпби төте жазу деп аталды және қазақ халқы арасында кең тарады. Араб жазуы бұрынғы түрінде қазақ тілінің дыбыстық табиғатын толық жеткізбейтін. Байтұрсынұлы оны фонетикаға сай түзеп дыбыстарды нақтылап, жазуды жеңілдетті. Бұл тілді сақтаудың ең маңызды қадамы болды. 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Әлихан Бөкейхан және Міржақып Дулатұлымен бірге қазақ газетін ашты. Бұл газеттің рөлі халықты ағарту, ұлттық сананы ояту, саясат, білім, мәдениет мәселелерін талқылау. Газет сол дәуірдің ең ықпалды басылымдардың біріне айналды. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі болды. Мақсаты қазақ жерінің тілін, мәдениетін сақтап автономия алу. Кеңес билігі орнағаннан кейін Ахмет Байтұрсынұлы біршама уақыт білім және ғылым саласында қызмет етті. Алайда кейін ұлттық бағыттағы көзқарас үшін қуғындала бастады. 1937 жылы ол саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болып атылды. Тек 1988 жылы ресми түрде ақталды. Бүкіл қазақтың балаларын оқуға ала алмайсыз. Бір-екі балаға бола өзіңізге зиян келтіріп алмайсыз ба деген ғой. Бүкіл қазақтың баласын оқуға ала алмай, бірақ бүкіл қазақтың баласы қалай да оқуы керек. Байтұрсынұлы мұрасы бүгінгі Қазақстан үшін аса маңызды. Оның еңбектерінің арқасында қазақ тілі ғылыми жүйеге түсті. Ұлттық әліпби қалыптасты. Азаматтық сана мен ұлттық рух оянды. Қазақ білім беру жүйесі дамыды. Бүгін оның есімі мектептерге, көшелерге, оқу орындарына берілген. Оның идеялары әлі де өзекті. Ел болам десең, бесігіңді түзе.